Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Сестры, начнем, иншаллах. Следующий урок у нас ад-дарсуль хамис, пятый урок. Пятый урок, иншаллах. Өткен сабақта біздер жумля туралы хабар алған едік. Жумля туралы ақпараттар алған едік, солай ғой. Енді жумля исмияға тоқталдық. Өткен сабақта біздер жумля исмияға тоқталдық. Жумля исмия мубтада және хабардан тұрады дедік, то есть тек қана мубтада мен хабар емес, постоянно. То есть именно мубтада, именно хабар болу керек дедік, жумляның ішінде мубтада хабар обязательно болу керек дедік, Енді сол жумляны құрастырып үйренеміз дедік, Сол жумляны енді құрастырғанда, сөйлемді құрастырғанда біздер әртүрлі сөз тіркестер қолданылады. Әртүрлі сөз тіркестер қолданылады. Сол сөз тіркестердің бірі бүгінгі тақырып әл-мудоф және әл-мудоф илейх. Так, әл-мудоф вәл минутку. Әл-мудоф вәл-мудофу илейхи. Мудоф және мудофун илейхи деген терминдер бар. Ол не? Ол дегеніміз сөз тіркесі, екі исім сөздің қосындысы. Екі исім сөздің қосындысы. Мысалы, китабу Мухаммадин. Китабу Мухаммадин. Мұхаммадтың кітабы дегенді білдіреді. Мысалы, Мұхаммадтың деп біз отдельно айта алмаймыз, Кітабы деп тоже отдельно айта алмаймыз, Біздер Мұхаммадтың деп именно тыңды қосып, немесе кітап емес, кітабы деп айта алмаймыз ғой, кітабы деп отдельно біз айта алмаймыз, То есть олар обязательный сөз тіркесте жүреді, обязательно екеуі байланып жүреді, Екеуі сөз тіркес кәдімгідей. Екеуі тіркесіп жүреді бір-біріне. Солай ғой, китабу Мұхаммадин. Әрине ол бізге жаңа мағына береді. Ол не? Мұхаммадтың кітабы. Мұхаммадтың кітабы. Мысалы, отдельно айтқанда ол өзі китабун және Мұхаммадун еді, Кітап және Мұхаммад. Кітап Мұхаммад. Біз енді кітап Мұхаммадтың кітабы деп айта алуымыз үшін, жаңа мағына оған беруіміз үшін, жаңа сөз айналдырымын шығару үшін біздер осы сөз тіркесті қолданамыз. Осы сөз тіркестің аты, жалпы сөз тіркестің бір аты, екеуі бірігіп бізде идофа деп аталады. Идофа деп аталады. Идофа дегеніміз жалпы қосынды мағынасын береді. Қосынды. Және бұл қосынды мудоф және мудофун илейхиден тұрады. Идофа, мудоф және мудофун илейхиден тұрады. То есть, мысалы, мына жерде бір байлам, ода екі тармақ бар, мысалы, вишняларды салсақ, бізде екі вишня, екеуі бірақ бір жерде не қосылып тұр. Ол екеуі обязательно бірге жүреді. Солай ғой, обязательно бірге жүреді, оны үзіп тастамаса. Ол обязательно бірге жүреді. Сол сияқты қосылу. Екі исім сөздің қосылуы, сестры, идофа деп аталады бізде. Идофа. Екі сөздің қосындысы идофа. Прям осы китабу Мұхаммадин деген нәрсе бізде идофа екен, сестры. Идофа. Оның ішінде екі нәрсе бар, Ол мудоф және мудофун илейхи. Ол мудоф және мудофун илейхи. Сонда мынау китабу деген мудоф, Мұхаммадин мудофун илейхи дегенді білдіреді. То есть мудоф және мудофун илейхи дегенді жалпы мағынасын қалай түсінеміз? Мудоф деген мағынасы қосқан нәрсе, өзіне қосқан нәрсе. Мысалы, бір нәрсе болды, өзіне бірдеме қосып алды. Осы қосқан нәрсе мудоф деп аталады, ал қосылған нәрсе, ол мудофун илейхи болып айтылады. Мына мағынаның, сөздік мағынасының өзі мудоф және мудофун илейхи тілдік мағынада, тілдік мағынасы, мына мудоф деген қосқан нәрсе, ал мудофун илейхи мудофқа қосылған нәрсе болып есептеледі. Түсінікті ме? То есть, мысалы, мына жерде қосқан нәрсе кітап. Біз просто кітап деп айтып тұрған жоқпыз, біз біреудің кітабы деп айтқымыз келіп тұр, Және оған бұл сөзге нені қосып алады? Ол Мұхаммад деген сөзді қосып алды. Мұхаммад деген мынаған қосылды. Китабу Мұхаммадин деген мағына шықты. Сонда Мұхаммадтың кітабы деген нәрсе шығады екен, Кітабы, Мұхаммадтың кітабы деген нәрсе шығады. Енді жалпы біздер қалай вообще құрастырамыз, идофаны? Оған кез келген нәрсені бүйтіп қоса салмаймыз ғой, мысалы, неге мына жерде
дамма тұр, неге тәнуин қоймаймыз, неге мына жерде тәнуин дамма қоймаймыз, неге фатха тәнуин қоймаймыз, неге просто дамма қоймаймыз, мысалы. Ол әрине ережелеріне байланысты. Идофаның құрастыруының ережелері бар. Ондай үш ережесі барын білеміз. Үш ережесі ол мудоф әл артиклін қабылдамайды деген сөз, мудоф әл артиклін қабылдамайды деген сөз. Екінші ереже ол мудоф тәнуинді қабылдамайды деген сөз. Әл артиклін қабылдамайды мудоф. Әл артиклі ол мудофқа қатысты сөздері. Әл артиклін қабылдамайды, крестик. Тәнуинді қабылдамайды, мудоф тәнуинді қабылдамайды. Мудоф тәнуинді қабылдамайды. Және үшінші ереже ол мудофун илайхи всегда что? Маджрур. Мудофун илайхи всегда маджрур. Солай ғой? Мудофун илайхи всегда маджрур. Енді бұл үш ережені ескере отырып идофаны құраймыз сөздері. Кез келген қылып, әрине харакаттарды қоймаймыз, Бұл ережелерді әрине ескере отырып құраймыз. Мысалы, әл-китабу деп мына жерге әлді қоймаймын. Себебі мудоф бұл. Мудоф әл артиклін қабылдамайды никогда. Және мудоф не принимает тәнуин дедік, Бұл жерге тәнуинді қоя алмаймыз, мына жерге қоя алмаймыз. Себебі мудофтың ережесі бойынша ол тәнуинді қабылдамайды. Және үшінші ереже мына жерде мудофун илайхиге қатысты, ол всегда маджрур болуы тиіс. Ол постоянно маджрур болуы тиіс, Постоянно маджрур болуы тиіс. Осыны ескере отырып бізде құрастырылады. Так, осы ережелерді ескереміз. Және айтып кететін нәрсе. Бірінші ереже ол мудофқа қатысты еді сөздер, Ол мудофқа қатысты. Бірінші ереже ол мудофқа қатысты. Екінші ереже де мудофқа қатысты. Екінші ереже де бізде мудофқа қатысты. Ал үшінші ереже мудофун илайхиге қатысты. Ол не деген сөз? Значит, бірінші ереже мудофқа қатысты болса, значит, ол мудофун илайхиге қатысы жоқ. Әл артиклін қабылдамайды деген тек қана мудофқа байланысты. Мысалы, китабу әл-мударриси деп айта алам. Китабул мударриси деп айта алам. Әл-мударрис сөзін мен мудофун илайхиге әл артиклін қосып тұрмын, бұл ережеде бар әл артиклін қабылдамайды деген, бірақ ол мудофқа қатысты еді. Бұл ереже мудофқа қатысты. Мудофун илайхиге без проблем. Понятно, сестры, когда мы говорим правила идофы, 3 правила идофы, что мудоф не принимает артикль аль, не забывайте при этом, что это не касается мудофун илайхи. Понятно? Это не касается мудофун илайхи. Так, и второе правило, когда мы говорим мудоф не принимает танвин, это не касается также мудофун илайхи. Здесь, допустим, китабу Мухаммадин деп танвинді қойып тұрмыз ба? Қойып тұрмыз. Ол мудофун илайхи. Ол ереже мудофқа қатысты болатын. Сол мәселені де ұмытпаймыз, сөздері, кейбіреулер осыны шатастырады. Және үшінші мәселе, үшінші ереже бізде мудофун илайхиге қатысты. Мудофун илайхи всегда маджрур дегеніміз, ол всегда мудофун илайхиге қатысты. Бұл мудофқа қатысы жоқ. Мудофқа қатысы жоқ. Мудоф всегда даммамен, немесе касрамен деген қатысы жоқ. Ол мудоф касрамен де келу мүмкін, даммамен де келу мүмкін, фатхамен де келу мүмкін. Ол әртүрлі, ол мудофқа байланысты, падежіне байланысты әңгіме жоқ бұл жерде. Ережелерде мудофтың падежіне қатысты ереже жоқ. Тек қана мудофун илайхин падеж айтып кеткен. Ол всегда маджрур деп сөздер. Сол нәрсені біздер ұмытпаймыз. Осы үш ережені сақтай отырып, бізде идофаны құрай аламыз. Енді идофаны құрастырдық. Міне мысалы, идофаны құрастырдық. Және бұл идофа бізде джумля болып есептеле ме? Бұл идофа бізде джумля болып есептеле ме? Жоқ, неге? Себебі джумля дегеніміз ол не? Джумля муфида дегеніміз ол толық сөйлем, толық сөйлем, ол ойы аяқталған. Ойы аяқталған. Так, я хотела вот это удалить. Ойы аяқталған сөйлем, және біз білеміз, джумля муфидада, джумля исмияда соның ішінде, муптада және хабар обязательно болу тиіс дедік, Муптада және хабар обязательно болу тиіс дедік. Мысалы, мына жерде идофаны просто кейбіреулер айтады, бұл джумля деп.
негізі жумля емес, иә. Мысалы, қайда? Китабу Мухаммадин. Қайсы хабар, қайсы мубтада? Ондай жоқ, иә. Мысалы, китабу даже мубтада болғанның өзінде, оған хабар мына жерде жетіспейді. Мұхаммадтың кітабы. Мұхаммадтың кітабына не болды? Біз Мұхаммадтың кітабы туралы әңгіме бастадық, жарайды. Оған не болды деген сияқты мына жерде хабар жоқ. Понимаете, сестры? Мына жерде Мұхаммад деген хабар бола алмайды. Неге? Себебі бұл идофа. Идофаның сөз тіркестің біреуі, иә. Мудофун илейхи, екеуі қатарынан жүретін. Мудофун илейхи басқа ештеме нәрсе болмайды, сестры. Тек қана мудофун илейхи болып жүреді. Понятно? Және біздер хабарды всегда марфуғын дедік, иә. Ол всегда даммамен жүретін, иә. Всегда даммамен жүретін, иә. Сондықтан Мұхаммадин бұл жерде мудофун илейхи мажрур ғой. Иә, сондықтан бұл жерде хабар ол бола алмайды. Оны шатастырмаймыз, сестры. Кейбіреулері осы идофаның біреуін мубтада, екіншісін хабар деп алатындар бар. Сондықтан оны шатастырмаймыз. Просто идофа бізде просто сөз тіркес, жумля болып саналмайды. Жумля болып саналмайды. Мысалы, китабул мударриси, мысалы, джамилун деп айтатын болсақ, әдемі деп айтатын болсақ, бұл жумля, бұл уже жумля. Мысалы, осының еуробын алып көрейік. Мысалы, китабу, мұғалімнің кітабы әдемі деп айтып тұрмыз, иә. Біз мұғалімнің кітабы туралы айтып жатырмыз, солай, ол кітап туралы жалпы айтып жатырмыз. Сондықтан ол мубтада болады бізде. Мубтада марфуғун ва аламату рафхихи ад-дамма ва хуа мудоф деп айтамыз. Ва хуа мудоф, солай ғой. Сөз тіркесте ол уже идофаға кіріп кеткен. Ол мудоф болады. Аль-мударриси, сестры, ол мудофун илейхи маджрурун ва аламату джаррихи аль-касра. Болды. Мудофун илейхи маджрур ва аламату джаррихи аль-касра. Және джамилун хабар марфуғун ва аламату рафхихи ад-дамма деп айтылады. Иә. Енді китабул мударриси джамилун деген сөйлемде, сестры, китабу деген сөзді біз мубтада деп алдық бірінші, иә. Сосын барып уахуа мудоф дедік, иә. Кейбіреулері былай сразу айтады. Китабу ол мудоф деп сразу айтады. Мысалы, китабуның иғробы қандай десек, ол сразу мудоф деп бастайды да. Мудоф дегеніміз ол идофа деген тек қана сөз тіркес, сестры. Просто сөз тіркес, иә. Кәдімгі сөздердің айналымы болады ғой, иә, әртүрлі қылып айта аламыз ғой, мысалы, сондайдың бір применениесі сөйлемде. Ол жаңағыдай сөйлем үші, андай қосымша бірдеме, основной ешқандай емес та, мысалы, основной бізде ол кітаптың мубтада болғаны. Біз айттық қоя, мысалы, бір ер адамдармен салыстырдық, иә, біз айттық, мысалы, бір ер адам болады, ол жаңағы күндіз бір основной жұмыста істейді, иә, бірақ кешкісін барады да такси болады. Машинасымен такси болады, иә. Және ол өзінің жұмысы таксист деп санамайды ғой, ол әрине күндіз жұмыс істейтін, постоянно жұмыс істейтін основной жұмысын айтады. Мысалы, мен сондайда істеймін деген сияқты, иә. А такси это просто подработка деп айтады, солай ғой. Сол сияқты мубтада дегеніміз ол жаңа китабудың основной иғробы, сестры, основной. Бірақ ол жаңағыдай сөз тіркеске кіріп кеткендіктен аль-китабу деп мына жерде болмаса, аль-мударрис, аль-китабу джамилу деген болатын еді просто. Понимаете? Просто здесь не кімнің кітабы дегенді уточнять еткен да, сондықтан идофаға кіргізіп тастаған. Мубтада болып тұр ғой. Сосын барып уахуа мудоф болып қосымша нәрсесін айтылады, сестры. Понятно? Когда спрашивают, мысалы, идофада тұрған сөздің иғробын, мысалы, мына жерде китабудың иғробы қандай деп сұрағанда, сіздер айтпайсыздар, мудоф деп сразу. Это не будет как бы верным, точно. Так? Вы скажете сперва основную его функцию, ол мубтада екен, потом уахуа мудоф, я. Аль-мударриси келет болса, аль-мударриси только мудофун илейхи, басқа ештеме болмайды. Ол тек қана сол үшін пояснять ету үшін келген, кімнің кітабы екенін, да? Мудофты пояснять ету үшін келген. Тек қана мудофун илейхи болады. Сондықтан оны иғробта да солай айтады. Касра ту. Мудофун илейхи маджрур ва аламату джаррихил касрату деп айтады. Түсінікті ме? Джамилун әрине ол хабар, потому что это бізге хабарлап тұр, иә, главный ақпарат беріп тұр кітап туралы. Ол әдемі екенді, сондықтан хабар марфуғун ва аламату рафхихи дамма деп жазылады. Түсінікті ме? Мынау бізде жумля, мынау уже жумля, а мынау бізде жумля емес, просто сөз тіркес. Бұны ұмытпаймыз, сестры. Әрі қарай
Бізде шархта осы нәрселердің барлығы айтылған. Мысалы, китабун және Мухаммадун деген екі бөлек тұрған сөзді идофаға қосады. Идофаға соединять етеді бір-біріне. Китабу Мухаммадин деп. Сонда китабу мудоф, Мухаммадин мудофун илейхи болады. Бинтун және Хамидун. Бинту Хамидин болады. Мысалы, китабун Аллаху лафзул жалала. Китабуллахи болады мысалы. Енді осы ережелерді бізде айтып кеткен. Китабун Мухаммадин болмайды дейді. Китабу Мухаммадин. Нахзифу танвина индал идофа дейді. То есть удаляется танвин в идофе. То есть здесь имеется в виду только мудоф. Только мудоф. Мудоф не принимает танвин деген. Аль-китабу деп тағы да айтпаймыз дейді. Мухаммадин деп. Неге? Потому что тағы да китабу Мухаммадин нахзифу аль индал идофа. Идофа қосқанда мудофты, именно мудофқа байланысты айтылады, что не принимает артикль аль деп сестры. Соңында ескереміз. Китабу Мухаммадун деп айтылмайды дейді. Китабу Мухаммадин болады дейді. Аль-мудофу илейхи маджрурун бил касра Мухаммадин дейді. Мудофу илейхи всегда маджрур, яғни касрамен жүретінін біз ескереміз. Амсилатун ухра лил мудоф вал мудофи илейхи. Мудоф және мудофун илейхиге басқа мысалдар дейді. Холю Хамидин фақирун. Хамидтің дядясы жаңағы кедей дейді. Бұл жерде идофаның астары сызылып қойған бізге. Холю Хамидин. Хамидтің дядясы деген мағынаны білдіреді. Китабу ман хаза. Бұл сұраулы сөйлем байқасақ, яғни мән деген нәрсе бізде исім истифхам сөз тұр. Исім болса, ол уже не кәдімгідей махалли болады. То есть иғрабта бірдеңе болып саналады. Ол ля махалли емес та, мән деген сөз. Просто сөз мәбни болып тұрғасын, бізге ол білінбейді, не болып тұрған. Сондықтан қарауымыз керек. Китабу мән ғаза дегенде, мына кітап кімдікі? Мынау кімнің кітабы? Осылай дұрысырақ болады. Мынау кімнің кітабы? Китабу мән ғаза деп айтылады. Кімнің деген сөз уже не мудофун илейхидің орнын басып тұр, солай ғой, потому что жауапта біздер китабу Мухаммадин, китабу мударриси деп айтамыз мысалы. Сондықтан китабу здесь мудоф, мән мудофун илейхи болып тұр. Әрі қарай, масмур роджули. Бұл да сұраулы сөйлем екен, не деп тұр, мә деген не деп тұр. Исім роджул. Жаңағы ер адамның аты не деп тұр. Сонда біз ер адамның аты не деп демейміз, ер адамның аты кім деп айтамыз. Сондықтан мына жерде исмур роджули, мужчинаның аты деген сөз бізде идофа, идофа. Исму мудоф, ар-роджули мудофун илейхи екен білеміз. Ибну мән әнті. Сен кімнің баласысың деп тұр, сен кімнің баласысың деп тұр, ибну мән, кімнің баласысың дейді. Сонда ибну деген мудоф, мән мудофун илейхидің орнын алып тұр сөздері. Әна бну Холидин. Ибну Холидин бұл жерде тағы да идофа. Масмул бинти. Исмул бинти Зайнабу дейді. Масмул бинти, исмул бинти Зайнабу дейді. То есть, бұл жерде да исмул бинти идофа, яғни исмул бинти жауабында да идофа. Әрине. Бұл мудоф және мудофун илейхи байланысты ережелер еді сөздері. Мудоф және мудофун илейхи байланысты ережелер еді. Енді мына жерде біз мудофтың даммамен тұрған моментті көріп тұрмыз, когда он в падеже ров пришел. Допустим, біз айттық қой, что всегда маджрур болатын, ол тек қана мудофун илейхи деп та, мысалы. Ал мудоф әртүрлі болуы мүмкін. Мысалы, басқа нәрсеге айтатын болсақ, например, аль-қоляму аля мактабил мударриси. Не дедік? Аль-қоляму аля мактабил мударриси дедік. Бұл жерде аль-қолам мубтада. Аля харф жар. Мактаби исім маджрур. Исім маджрур. Алядан кейін келіп тұр ғой, бұл жар септігінің харфы, жарге қояды мактаби. Мактабиге біз не дейміз? Исім маджрур ва аламату жаррихил касрату ва хуа мудоф дейміз. Себебі мұғалімнің партасы деп тұрмыз да, мұғалімнің партасы бізге тағы да
не идофаны беріп тұр, идофаны құрап тұрмыз. Мактабил мударриси. Бұл жерде мактабиге еғробын жазып кететін болсақ, мактаби бұл жерде исм мажрур ва аламату джаррихи аль-касрату ва хуа мудоф. Неге? Себебі бұл идофада. Сол себепті бізде алал мактаби деп қателесіп оқымаймыз, қараймыз, әл бар ма, жоқ па. Кейбіреулер осындай идофада тұрғанда алал мактабил мудариси деп оқып кете береді, байқамай. Алал мактаби деп та. Ол қарау керек. Идофада тұрма, идофада тұрса мудоф болып. Әрине бұл жерде біз әлді қоя алмаймыз, себебі мудоф не принимает артикль аль сөздер. Соны ескереміз. Мысалы, мактаби исм мажрур ва аламату джаррихи аль-касра ва хуа мудоф дедік. Ал аль-мударриси деген тек қана мудофун илейхи болады дедік. Мудофун илейхи мажрур ва аламату джаррихи аль-касра. Аламату джаррихи аль-касра деп айтылады екен. Түсінікті ма? Енді мына жерде жалпы, біз толық еғробын жазып кетеміз ау деймін осы сөйлемнің. Тақтаны қазір босатайын. Мына жерде қазір әл-қоламуды жазып кетейік мысалы. Оған не дейміз? Оған мубтада дейміз. Әрине, мубтада марфуғун ва аламату рафхихи ад-дамма дедік. Аляға не дейміз? Харф жар дейміз. Өткен сабақта алдық. Мабниюн аля сукун дедік та. Ла махалла лаху минал иғраб дедік. Оның иғрабта ешқандай орны жоқ дедік. Олар әшейін харф екен айттық. Мактаби исм мажрур аламату джаррихи аль-касра ва хуа мудоф. Аль-мударриси мудофун илейхи мажрур аламату джаррихи аль-касра. Енді бұл жерде хабар айтылмай қалды. Әр сөзді біздер бөлек талдадық. Мынанда бөлек, әр қайсысын бөлек талдадық. Енді бізде хабар жоқ. Хабар қайда? Хабар әрине екі сөздің қосындысынан құралған. Мысалы, аля мактаби деген шибухул джумляның түрі. Аля мактаби деген харф жармен исм мажрурдың қосындысы мен құралған хабар. Шибухул джумля. Және мағынасы жағынан бұл мактаб деген сөз мынаумен тікелей байланысты болғасын жазғанда ва шибухул джумля аля мактаби деп жазуымызға болады. Аля Вашибухул джумля аля мактаби деп айтуымызға болады. Фи махалли роф хабар деп. Немесе толықтыруға болады, потому что анау все-таки идофада ғой, идофада болғасын әл-мударриси деп айтуға болады. Мына жерде қоса жазуға болады, бірақ әрине біз ескереміз, что ол әшейін қосындысы қосылған. Біздер шибхул джумля тек қана харф жар мен исм мажрур екенін білеміз. Харф жар мен исм мажрур екенін білеміз. Шибхул джумляны құрайтын. Сондықтан фи махалли роф хабар деп айтылады. Сонда мына нәрсе бізде екі нәрсе хабарды беріп тұр. Шибхул джумля құрап. Түсінікті ма? Осындай моменттер болуы мүмкін. Және мына сөйлемді басқаша қылып айтатын болсақ, бір сөйлемде бірнеше идофа болуы мүмкін. Без проблем. Мысалы, әл-қоламу емес, мысалы, конкретизирует ететін болсақ, кімнің қаламы екен? Қоламу толиби деп айтусақ болады. Сонда қалай мағына шығады? Талиптің, студенттің қаламы мұғалімнің партасының үстінде болып шығады. Сонда бізде не? Қоламу толиби аля мактабил мударриси. Сонда бізде мына жерде екі идофа тұр даже, да? Қоламу толиби аля мактабил мударриси. Без проблем, ондай не жоқ. Неге? Потому что біз айта аламыз ғой, ананың анасы мынансында, мынауының мынансында деп айта аламыз ғой, без проблем. Әртүрлі жаңағы сөз айналымдары қолданыла береді сөздер. Қоламу толиби аля мактабил мударриси деп та. Түсінікті, сонда мына жерде қоламуды еғробын айтып кететін болсақ, не дейміз?
مبتدا дейміз әрине. مرفوع وعلامة رفعه الضمة وهو مضاف деп жалғастырып кетеміз. Себебі основной ол мубтада, ал қосымша ол мудоф болып кетіп қалды, я. Сөз тіркеп кетті өзінің артына. Ат-талиби бізде мудофун илейхи мажрур ва аламату жаррихи аль-касра болады. Аль-касра болады. Болды. Түсінікті ме? Сонда әртүрлі нәрселерді айтуға болады. Әртүрлі құрастырымда сөздер. Главное, чтобы вы соблюдали правила. 3 правила для идафы. 3 правила для идафы. Главное, чтобы эти 3 правила соблюдались. Тағы да мындай мәселе болуы мүмкін. Двойная идафа болуы мүмкін, я? Двойная цепочка идафа деп біздер түсіндіретінбіз, я? Двойная цепочка идафы деп. Ол қалай? Двойная цепочка идафы. Ол мысалы мынандай. Например, мысалы қитту ибни таджири. Қитту ибни таджири. Например, маридун. Қитту ибни таджири маридун. Мұнда біздер қандай мағына шығады? Саудагердің деп біз аударғанда өзіміздің түсінуіміз үшін, я? Қазақ тілінде түсінуіміз үшін біз не дейміз? Саудагердің деп теріс қарайынан бастаймыз. Саудагердің баласының мысығы. Саудагердің баласының мысығы. Барлығы бір-біріне тізбектеліп тұр да. Екі тізбекті идафа беріп тұр, я? То есть мынау мен мынау идафа, және мынау мен мынау идафа. Солай ғой. Қитту ибни баланың мысығы, ал бала саудагердікі. Сонда саудагердің баласының мысығы десек, біздер екі идафаны қатар тізіп тұрмыз. Қитту ибни деген бір идафа, ал ибну таджири деген екінші идафа. Сонда ибн деген сөз қиттуға мудофун илейхи бола тұра, келесі өзінің ат-таджир сөзіне мудоф болып тұр. Осының еғробын жазып кетейік, я? Так. Мудофқа мудоф деп айтамыз, мудофун илейхи деп айтамыз, ешқандай қиындығы жоқ. Просто сіздер мағынасын иншаллах түсініп алуымыз керек екен, және дұрыс қолданыс та болу керек, әрине қолдана білуіміз керек. Сол үшін мен иншалла сіздерге тағы бір қосымша тапсырма берем. Осы мудофун илейхи идафаға байланысты жалпы соларды орындаймыз иншалла. Соларды иншаллах орындап, маған может жіберерсіңдер. Мен қарайын. Қитту ибни таджири маридун. Қитту. Әрине мысық туралы әңгіме айтып жатырмыз. Мубтада. Марфуғун ва аламату рафхихи ад-дамма ва хуа мудоф. Ибни мудофун илейхи маджрурун ва аламату жаррихи аль-касра ва хуа мудоф. Ол да ва хуа мудоф, без проблем. Мудофун илейхи қайтадан мудоф бола алады. Касра. Мудофун илейхи өзі қайтадан мудоф бола алады. Без проблем. Мудоф бола алады ғой, себебі әл-артиклінсіз жаза аламыз, тәнвинсіз жаза аламыз. Солай ғой, мудофқа байланысты екі ақ қана ереже бар еді, солай ғой. Және мудофун илейхи ереже ол жар септігінде, ол мудофун илейхи жар септігінде бола тұрып, ол мудоф бола алады. Знаете? Бұл тағы да бір сөз тіркестерінің құрастырымы. Ибни мудофун илейхи маджрур аламату жаррихи аль-касра ва хуа мудоф. Ат-таджири уже бізде не? Мудофун илейхи. Ат-таджири мудофун илейхи маджрурун ва аламату жаррихи аль-касра. Мудофун илейхи маджрур ва аламату жаррихи аль-касра.
және маридун. Бұл жерде не? Хабар марфуғын ва аламату рафхихи ад-дамма. Бұл жерде осындай двойная цепочкалар болады. Мысалы, тағы да бір-екі мысал айтып кететін болсақ, екі тізбекті идофаларға, мысалы, сайярату бинтил мудири. Бұл идофа двойная. Сонда қалай мағынасы? Директордың қызының машинасы. Біз қазақшада солай айтамыз ғой, айта аламыз ғой, без проблем. Директордың қызының машинасы. Директордың қызының машинасы. Директордың машина емес, қыздың машина емес, қыз кімдікі? Директордікі, машина типі қыздікі. Сонда директордың қызының машинасы болады да, сонда сайярату бинтил мудири. Тағы да двойная цепочка идофы, сестры. Бұл идофаға мысал. Енді біз мына сөйлемде қитту бәни тәжери маридун деген сөйлемде сестры. Бізде маридунды хабар деп алды. Хабардың бұл жерде қай түрі келген? Хабар муфрат түрі келген. Хабар муфрат деп аталатын түрі келген. Муфрат деген түрі болады дедік өткен сабақта, сосын шибухул жумля болады дедік, сосын жумля болады дедік. Хабар, жазып атсам мен. Так, хабар муфрат болады дедік. Муфрат. Хабар шибухул жумля болады дедік. Хабар немесе целая жумля болып келеді дедік. Мысалы, муфрат деген бір маридун деген сөзге, бір сөзге хабар деп айтуымыз. Бір сөз хабар болып келуі. Шибхул жумля дегеніміз, мысалы, шибхул жумля, кәдімгі қосынды. Оның екі түрі бар дедік. Біріншісі ол харф жармен исім мажрурдың қосындысынан құралған. Шибхул жумляны береді. Алал мактаби фил бәйти деген сияқты. Ал екінші түрін біздер бүгін өтеміз деп едік, бірақ біздер иншалла бүгін өтуіміз керек, себебі шархта айтылмаса да, ол основной кітапта айтылған тұғын, упражненияларда, жаттығуларда біздер оны орындаған едік. Мына шархта ол қозғалмаған, бірақ соны бізге айту керек болып тұр осы қазір. Мысалы, зорф плюс мудофун илейхи дедік, зорф плюс мудофун илейхи бізде шибхул жумляны береді дедік. Бұл екінші түрі шибхул жумляның. Зорф дегеніміз не? Зорф дегеніміз не? Ол тахта деген сөз. Мысалы, тахта дегеніміз тахта, астында дегенді білдіреді. Астында. Зорф деген жалпы обстоятельства деп аударылады. Обстоятельства деп аударылады. То есть тахта және обстоятельства места болады, обстоятельства времени болады. Понимаете? Ол зорф уақытпен байланысты болуы мүмкін, немесе мекенмен, орынмен байланысты болуы мүмкін. Сол зорфтың екі түрі болады. Зорфу мәкән және зорфу заман. Зорф мәкән және зорф заман. Екі түрлі болады. Егер сөз орынмен байланысты болса, онда значит ол зорф мәкән екен. Ал егер сөз заманмен байланысты болса, уақытпен, онда зорф заман екен. Мысалы, тахта. Тахта деген сөз ол зорф. Мысалы, осы тахтамен сөйлем құрастыратын болсақ, астында дегенді білдіреді. Мысалы, әл-кәлбу ит тахта сайярати. Тахта сайярати деген сөйлем кәдімгі. Ит машинаның астында деп бізге сөйлем берілген. Соны біз айтып кетейік. Мысалы, әл-кәлбу әрине ол мубтада, себебі басты мәселе сол. Марфуғун ва ғаламату рафхихи ад-дамма. Әл-кәлб. Тахта бізгер иғрабта не дейміз? Зорфу атын айтамыз кәдімгі. Мәкәнин деп айтамыз. Зорфу мәкәнин. Және тахта деген зорфтар сөзтірі мансуб болады. То есть насып септігінде болады. Насып септігінде болады. Сондықтан зорф мәкән мансуб деп айтамыз оған. Және уағаламату насбихи, оның насып септігінің белгісі екені, насып екенің белгісі әл-фатха деп айтылады. Сосын тағы бір мәселе, зорф өзінен кейін мудофун илейхи талап етеді дедік. Зорф в основе асылында өзінен кейін мудофун илейхи талап етіп жүреді. Сондықтан зорф мәкән мансуб уағаламату насбихи әл-фатха уа хуа мудоф деп айтамыз оған.
Ас-сайярати бізде мудофун илейхи мажрурун ва аламату жаррихи ал-касра болады екен. Түсінікті ма? Енді бұл шибхул жумланың екінші түрі дедік қой, значит бұл шибхул жумланы құрайды. Мына тахтас-сайярати деген бізде шибхул жумланы беріп тұр. Сонда біздер ва шибхул жумла тахтас-сайярати фи махалли роф хабар дейміз. Фи махалли роф хабар деп айтамыз екен сөздер. Түсінікті ма? Біздер міне хабардың шибхул жумла түрінің екінші түрін алып отырмыз. Екінші түрін. Ол зорф плюс мудофун илейхи деген бізде шибхул жумланы береді, және ол хабар бола алады. Значит, мынау мубтада, мына екеуі қосылып бізде хабар болады. Түсінікті ма? Жақсы, түсінікті деп ойлаймын. Әрі қарай біздер шархта тағы бір тақырып бар екен, соны қарастырайық. Мына идофа туралы сұрақтарыңыз болса, әрине менен тікелей сұраңдар. Сразу по ходу сұраңдар, когда непонятно по ходу сөздер что-то, да, если спрашиваем, иншаллах. Далее, аль-мунада. Аль-мунада. Аль-мунада дегеніміз, әрине ол қоснүкте арқылы жазылған не екенді. Хуа бимағна ан тақула ли садиқика та'ала. Дейді, мунада дегеніміз ол сондай мағынада, когда ты хочешь сказать своему другу, обращаясь, то есть зовя, да, звать еткенде, шақырғанда, шақырғың келсе, сен досыңды, сен мунаданы пайдаланасың. Ол дегеніміз, мунада дегеніміз, ол не? Конструкция тоже, ол конструкция қаратпа конструкциясы, сөздері. Ол я деген харф арқылы құрастырылады. Ол я дегеніміз харфу нида деп аталады. Харфу нидаин деп аталады. Нида деген шақыру. Звательная частица, былай айтқанда, звательная частица деп аталады я. Неге? Потому что просто Мухаммад деп айта алмаймыз. Мухаммад деп просто айта алмаймыз. Я Мухаммад деп айту керек та, асылында. Понимаете? Я Мухаммад деп айту керек. Сонда я Мухаммаду деп айтылады. Я устазу деп айтылады. Бұл уже как обращение ретінде қолданылады. Обращение ретінде, Бұнда я бұл жерде частица, қаратпа харфы, былай айтқанда, қаратпа харфы дедік, Я Мухаммаду, я устазу, я валаду, я бинту дейді. Және жақшада бізге нахзифу танвина индан нида дейді. Мунадада бізде не? Шақырған кезде дейді, не дейді? Танвинді удаляем дейді. Танвинді удаляем дейді. Неправильно говорить. Я шейхун, я Мухаммадун. Нельзя говорить. Я устазун. Нельзя говорить, сестры. Мына ереже бойынша мунаданың, танвин түсіп қалады. Мунадаға кіргенде, Мухаммад деген сөз, мунадаға кіргенде ямен бірге танвин түсіп қалады дейді. Араб тілінде, арабтарда жалпы, я деген тек қана бір харф емес, қаратпа үшін қолданылатын. Әй деген да болады. Әй, деген да болады. Әр түрлі болады, оларды иншаллах алдағы уақытта өтерсіңдер, сөздер. Түсінікті ме? Тек қана ойларыңа түйіп қалмаңдар, тек қана осы я болады екен деп та. Себебі олар әр түрлі болады. Әрине бірінші томда оның барлығын бермейді. Жайлап өскесін иншаллах алатын болсындар. Так, әрі қарай мунаданың иғробын да бермейді. Екінші томнан бастап береді иншалла. Мунаданың иғробын екінші томда аласыңдар иншалла. Далее, китабу ман хаза суалун анил ақил дейді. Мына жерде идофаға байланысты сұраулы сөйлемді мысалға берген, Китабу ман хаза, мынау кімнің кітабы? Суалун анил ақил, әрине біз кімнің кітабы деп ақылды туралы сұрақ дейді, Хаза китабу Мухаммадин деп жауап береміз мысалында, мысал ретінде бізге берген. Қоламу ман хаза, мынау кімнің қаламы? Хаза қоламу Халидин, мынау Халидтің қаламы деп бізге айтқан екен. Түсінікті ме? Осымен иншалла бізде 5-ші сабақ шарх бойынша аяқталды. 5-ші сабақ шарх бойынша аяқталды.
Иншаллах, келесі сабақта кездесеміз. Субханаке Аллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илляха илля анта астағфирука ва атубу илейк. Так, қосымша тапсырма берем, соны орындаймыз иншалла. Баракаллаху фикуна ва жазакумуллаху хайран. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.